Саламатсыз көрермен, назарларыңызда мектеп жаңалықтарының кезекті шығарылымы. Студияда Карабинов Қайсар. Ақыл ойды тәртіпке келтіретін математика. Осы орайда мектебімізде ақпан айының 22-сі мен 26-сы аралығында әлем математика тілімен тақырыбында математика апталығы болып өтті. Апталықта онлайн және офлайн форматта санитарлық талаптарды сақтай отырып, жоғарғы сынып оқушыларының шығармашылық, интеллектуалдық қабілеттерін дамыту мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Апталық аясында үздік шахматшы сайысы, ашық сабақтар, вебинарлар ұйымдастырылды және оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру мақсатында 9-11 сыныптар аралығында математикалық турнир болып өтті. Шара соңында жеңімпаздарды білім бөлімінің басшысы Дастан Мырзабекұлы марапаттады. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Мектебімізде 26 ақпан күні робот техникасы курсы бойынша 5-11 сынып оқушылары арасында дарынды оқушыларды анықтау мақсатында робоспорт жарысы өткізілді. Жарыстың мақсаты робот техникасының негіздері, пайдалану салалары, түрлері туралы жалпы мәлімет беру. Оқушылар арасында робот техникасын насихаттау, шеберліктерін шыңдау, оқушылардың ой-өрісін, қызығушылығын арттыратын сайыс соңында жеңімпаздарды мектеп директоры Гүлжахан Жұмағалиқызы марапаттады. Барлығы да поэзия сүйіншіндеген. Әдебиет патшалығының ғажайып ханзадасы Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері шынымен де халқының жүрегінде. Мұқағали Мақатаев өзінің талантын жұртына арнаған. Ақын туған күні қай жерде болмасын, ақпан айында жыл сайын тойлану керек. Мектебімізде өткен әр өлеңі бір әлем атты әдеби сазды кешке арнайы шақырылып, өз үлестерін қосқан мектебіміздің түлектері қазіргі таңда ауданның мәдени өмірінде қызмет атқарып жүрген Мадияр Махамбетұлы, Айжан Қыдырбек, Сәкен Сейфуллин атындағы университет студенті Ердана Тұрымбетовтер қонақ кәдесімен келіп қуантты. Күн шуағын төккенде, самал желбетті өпкенде, тамшылап жаңбыр төккенде, қаңқылдап қаздар жеткенде, сылдырап өзен өткенде, бақтарда гүлдер көктеуде, ағаштар бүршік атқанда, көктемнің келіп жеткенін аңғардым бүгін ақтаңда. Демекші, қаһарлы қыс артта қалып, көктем де келді. Көктемнің алғашқы күнімен тұспа-тұс келетін 1 наурыз елімізде жалпы халықтық мереке, алғыс айту күні. Экранға назар аударыңыздар. Адам өзінің өмірге келгеніне қуанып, риза болады. Қолындағы барын қанағат тұтып, осының да бар болғанына рахмет деп алғысын білдіреді. Алғыс пен ризашылық білдіру өзіңді, өмірде барды бағалаудан басталады. Осындай мақсатта алғыс айту күніне орай мектепте көп деген іс-шаралар ұйымдастырылды. Тіліміз бөлек болса да тілегіміз бір, жүзіміз басқа болса да жүрегіміз бір. Ұлтымыз өзге болса да ұранымыз бір. Қазіргі таңда біздің мектебімізде де өзге ұлт өкілдері білім алуда.
Мерекеге орай оқушыларымыз өздерінің жүрек жарды тілектерін қазақ халқына деген алғысын білдірді. Бұл күн шын мәнінде Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқына алғыс білдіру күні. Ұлтым өзге болса да, жаным қазақ деп соғады. Қазақ елінің болашағы жарқын, тәуелсіздік мәңгілік болуына тілектеспін. Құрметті көрермен, жылы сөз, жақсы ой, кіршіксіз сезімдеріңізді ешкімнен ешқашан аямайық. Рахмет деген қасиетті сөзді жиі айтайық. Өмірдің әрбір сәтін бағалай білейік. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.